Кула Нұрбекова, сонда сіздің айтуыңыз бойынша шок жағдайда болмаса полиция бөлімшесінде отырған адам өзінің сөйлеп жүрген тілін ұмытып қалады ма? Нақтылап қойыңызшы сұрағыңызды. Мен нақты сұрақ қойдым. Сұрағын Адам тастау, өзінің келесі тілін сұрақ. ұмытып қалады ма күнделікті сөйлеп жүрген Келесі белгілі сұрақ. бір жағдайға байланысты? Не айтасыз жаңа хаттамаға байланысты? Абзал қолында пышағымен арқа жағынан ұрып жатқанын көрдім деген сөзіңізді. Что скажете? Қорғаушыңызға қарабай өзіңіз жауап беріңізші. Свои показания. Я свои показания и там же давала то, что я не видела в руках, потому что у него рука большая была, и я точно не видела, я видела, как он бил его, но именно был ли у него в руках ножик, либо нет, я этого не видела. Если бы я видела, я бы сказала, там был, да, ножик, но на самом деле я не видела, я клянусь, я не видела там то, что у него был в руках ножик. Мен оның ұрып жатқанын көрдім, бірақ қолында нақты пышақ болды ма, оны көрген жоқпын. Егер көрсем, мен айтар едім, көрдім. Жақсы, онда алдын ала тергеу кезінде неге ондай жауап бердіңіз? Почему дали Бұл такие хаттамалардың показания? бәрі сіздің Жақсы, сөзіңізбен бұны- басылды ғой. Құрметті мемлекеттік айыптаушы, бұл сұрақ бірнеше рет қойылды. Басқа сұрақтарыңыз болса